Сәлеметсіздер ме? Мен Кеңес негізгі жалпы білім беру мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Аубакир Ақерке Сәбитханқызы. Мен 3-ші сынып оқушыларымен жаратылыстану пәнінен күн жүйесіндегі ғаламшарлар тақырыбында сабақ өткіздім. Сабағымның негізгі мақсаты күн жүйесіндегі ғаламшарлармен таныстыру және осы ғаламшарлардың ерекшелігін айқындау. Ең алдымен мен оқушыларды класс туз бағдарламасы арқылы 2 топқа бөлдім. Және де сабағымды мен күн жүйесіндегі ғаламшарлар туралы түсінік қалыптастыру мақсатында бейнебаян көрсетуден бастадым. Осы бейнебаянда әрбір ғаламшардың ерекшелігімен таныстырдым. Сонымен қатар осы бейнебаянда алған мағлұматтарын бекіту мақсатында мен оқушыларға Learning Apps бағдарламасы арқылы жасалынған сәйкестендіру тапсырмасын бердім. Осы тапсырманы оқушылар нетбуктар арқылы орындап, барлығы жоғары нәтижені көрсетті. Және де екінші тапсырма ретінде мен оқушыларға Learning Apps бағдарламасы арқылы жасалынған ат жарыс тапсырмасын ойынын ұсындым. Осы ойында оқушылар ғаламшарлар туралы берілген мағлұматтарды дұрыс белгілеу қажет болды. Және де осы 6 оқушы ішінен 4 оқушы жоғары нәтижені көрсетті. 2 оқушы 5 сұрақтың ішінен 4-еуіне мүдірмей жауап берді. Және де келесі менде топтық тапсырмада 2 топ ол ғаламшарлар бойынша постер қорғауы керек болатын. Тапсырма нәтижесінде бірінші топ өз постерларын өте жақсы қорғады. Яғни мен сабақтың соңында өзімнің сабағымның нәтижесіне жеттім, ең негізгі мақсатына жете білдім. Яғни оқушыларға ең бірінші ғаламшарлар туралы түсінік қалыптастырдым және күн жүйесіндегі ғаламшарлардың түрлерімен таныстыра білдім.